Қазір мен оның қасына барсам, мен оған көрінбеуім керек. Такс. О, маған қарап, даже көрген жоқ. Достар, даже көрген жоқ. Мә саған. Өл. О, я. Такс. Окей. Без комментариев. Досым, көзің соқыр ма, әлде құлағың естімей ма? Ё-моё, досым, граната. Пау. Все. Қашып кеттің, бергел, кім екен білмей тұр, достар. Кім екенін білмей тұр, негізі бұның барлығын істеп жатқан мен емес, көрінбейтін бір адам. Достар, бұл бак шынымен деп жұмыс істей ма сонда? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Қоянбаев. Бүгінгі көретін бак сіздердің ойларыңызға кіріп те шықпайтын бак. Себебі бұл бак көрінбей кетуге, невидимостьқа бак. Мен, достар, сөзбен айтып түсіндіре алмаймын, жарайды. Қазір мына ютубер бізде машинаның ішіне кіреді де ойыннан шығып кетеді. Ойыннан шығып қайтып кірген кезде ол ешқандай ойыншыға көрмейді. Мен, достар, даже сенген жоқпын Қараңыздар, достар, мынау тап қасында жүр. Ешқандай тимайт, анау мынау емес. Барлығын гранатаның барлығын лақтырып жатыр. Бұл қалай екен? Мен шынымен деп түсінген жоқпын. Бірақ бүгін біз осы бакты тексеретін боламыз. Мен қазір өзімнің соткаммен Free Fire'ға кіріп, дәл осы бакты, дәл осы ойыншы сияқты қайталап көрсететін болам. Жұмыс істей ме, істемей ме, осы видеода көретін боласыздар. Ал, достар, ендеше біз бастайық. Қараңыздар, достар, мына ойыншы даже байқамайды тұр. Қараңыздар, просто уже зонаға қарай, зона шетінде тұр. Ана жерге мина қойып кетті, короче. Оппана, даже байқамай жүр. Бірақ дауысын естіп жатыр ма, білмеймін. Бірақ қараңыздар, достар, даже атып жатыр. Анау түк байқап та жатқан жоқ. Қай жерден атып атқанын байқап тұрған жоқ. Артқа мұз қойды. Қасқа бейшара дым түсінбей жатыр. Қараңыздар, дым түсінбей жатыр. Бұл не деген бак? Короче, қалай ойлайсыздар? Топ-1 ала ма, әлде алмай ма? Менің ойымша алмайтын сияқты десең. Короче, осы соңғы ойыншы, соңғы ойыншы қалды. Қазір до конца көріп те қараңыздар. Опа, соңғы ойыншының үстінен атып жатыр. Соңғы ойыншы вообще байқап отқан жоқ. Мінекей, бояқ, просто отты зонадан қысылып қалды. Короче, біз тексеруге кеттік, достар. Мен дәл сондай машинаның алдында 2 мұз бар, на всякий случай. Дәл сондай машина емес, кешірім сұрайын, басқа машина табылған жоқпын. Короче, біз өстеміз, дәл құмның ортасына қоямыз осылай. Ол да құмның ортасына қойған болатын, және де тура мұзды дәл солай орналастыратын боламыз. Так. Опа, надето дейді. Чего? Броня емес қой ол саған. Так, жоқ болып кетті, достар. Аны видеодағы сияқты жоқ болып кетті. 2 мұзда жоқ болып кетті, достар. Қазір үстіне біз водить дегенді басып отырамыз. Такс, водить дегенді басамыз, бірден ойыннан шығып кетуіміз. Бір қыбет, бонусты алып кет. Бонусты алмасаң, қалтаңа салып кет. Қалтаңда болмаса, комментте тұр екен, бауырым тезірек 50 000-ды алып кет. Йоу. Короче, мына перемотка сіздерге андай скучно болмасын деп осындай рэп айтып бердім, так что лайк. Достар, мінекей біздің бірінші пациентіміз табылды. Көрмейді ғынау мені. Достар, қараңызға, реально көрмейді ну. Офигеть, өле қал. Все. Лол, баг жұмыс істейді, достар. Короче, достар, мен байқамай ненің үстіне отырып қойдым. Білмеймін, автоматически отырылып кетті. Және де мынау озвучка жасап отырмын. Мына адамға келіп едім, және де ол мені көріп қойды. Бірақ бірінші адам менің алдымда тұрса да көрген жоқ, өздеріңіз көрдіңіз. Бакты жақында Free Fire Garena дұрыстайтынына 100% уверімін. Өйткені олар барлық көрген, білген бактарының барлығын жұмыс істейді. Әсіресе мынандай деңгейде тарап жатса, әрине олар жөндейтін болады. Так что пайдаланып үлгеріңіздер. Бірақ машинаға мінуге болмайды, достар. Бір минусы бар, машинаға мінуге болмайды. Просто жай жүресіздер. Ешқандай машина, мотоцикл анада мынау жоқ. Короче, сіздермен бірге болған мен Қоянбаев, амандықта жүздескенше, достар. Болды, короче, болды, бітті, достар. Видео шыға беріңіздер, болды. Видео бітті, шыға беріңіздер. 5 минут тура.